Сәлеметсіздер ме достар? Біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода адамның аяқ-қолының ұюы қандай қауіптен хабар береді? Неге ұюды, не істеу керек жайында айтатын боламыз. Білектің табанының және жіліншіктің шаншып ауырып жансыздануы сізде де кездесетін болар. Әсіресе қолыңызға басыңызды қойып ұйықтағанда, компьютерде ұзақ отырып тышқанмен жұмыс істегенде немесе аяқты айқастырып отырғанда, аяқ-қолыңыз ұйып біраз уақытқа дейін әрекетке бара алмай қаласыз. Бұл жайсыздық 1-2 минутқа созылса, алаңдаудың қажеті жоқ. Ал егер ұзаққа созылатын болса, айтарлықтай қауіптің төнгенін білдіреді. Құрметті оқырман, біздің арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізді ары қарай дамуға шабыттандырады. Аяқ-қолдың ұюына не себеп болады? Қолдың буыны мен табан маңызды екі жүйенің, яғни қан айналымы мен жүйкенің тоғысқан жері. Демек, қан айналым дұрыс жүрмесе, қажет жерге келмесе, онда ол жансызданып ұйып бастайды. Сондықтан да аяқ-қолы ұйып қалатындарға ең алдымен қан айналымын тексертіп алу керек. Ал екінші жүйе, яғни жүйкенің әсерінен ұйып қалса, онда оның шешімі жеңіл. Көбінесе тышқанмен жұмыс істегенде, ұзақ уақыт қаламмен жазу жазғанда, қол білек ұйып қалады. Бұл кезде аяқ-қолыңызға жаттығу жасап, ары-бері қозғалту керек. Сонда қан айналым дұрысталып, жүйке іске кіріседі. Нәтижесінде ұюдың алдын аласыз. Бұдан бөлек те аяқ-қолдың ұюына мыналар себеп болуы мүмкін. Бірінші, жүйке тамырлары. Қол мен аяқтарда орналасқан жұлын мен ми тамырларының жүйкесі ауырғанда, аяқ-қол ұйып белгі береді. Бұл көбінесе егде жастағыларда көбірек кездесетін сырқат. Демек, аяқ-қол ұйған кезде жедел түрде жүйке тамырларының жұмысын тексерту керек. Екіншіден, екінші топтағы диабет ауруы. Аяқ-қолдың жиі ұюы қант диабетінің екінші түрінен белгі береді. Бұл кезде қолдың буынына қарағанда аяқ көбірек ұйып мазаңызды алады. Үшіншісі, дәруменнің жеткіліксіздігі, яғни витаминнің жетіспеушілігі. Құрамында Е, В1, В6, В12 және Р дәрумендері жүйке саулығына жауап береді. Демек, аталған дәруменнің тапшылығы да аяқ-қолдың ұюына себеп болады. Төртіншісі, спирттік ішімдік. Алкогольді қабылдау кезінде ағза дәрумен тапшылығына ұшырайды. Тамақ режимі бұзылады. Салдарынан жүйке жұмысын баяулатып, қан айналым нашарлайды. Соңынан аяқ-қол жансызданып ұйып қалады. Бесіншісі, инфекция жұқтырғанда. Қауіпті инфекция жұқтырғанда аяқ-қол жансызданып ұйып қалады. Нақтырақ айтқанда, лайм, спид, иммун тапшылық аурулары, желшешек, ұшық дертіне шалдыққандар жиі кездеседі. Алтыншысы, уланған жағдайда. Тамақтан емес, әрине, химиялық заттардан немесе ауыр металдың әсерінен уланғанда аяқ-қол өз жұмысын дұрыс атқара алмай жансыздануға келеді. Жетіншісі, дәрі қабылдау. Дәріні де шамадан артық қабылдау аяқ-қолдың ұюына келеді. Ешқашан өз бетіңізше дәрі ішуші болмаңыз. Өйткені басыңыз ауыра қалса, үйдегі кез келген дәрі көмектеспейді. Міндетті түрде дәрігерге барып, бас ауырын анықтаған абзал. 8-ші, тұқым қуалайды. 9-шысы, жарақат алғанда немесе ауыр зат көтергенде. Абайсызда жарақат алсаңыз, сол тұстың жүйкесі сыр береді де, қан айналым бұзылады. Нәтижесінде жарақат алған мүшесі ұйып бастайды. 10-шы, шылым шегу. Никотин, буынды қанмен қамтамасыз етуге кедергі келтіретін бірден бір улы зат. Сонымен қатар жүйке жүйесін де бұзуға қабілетті. Қан мен жүйкенің жұмысын әлсіресе, аяқ-қолдың ұюы сөзсіз. Не істеу керек? Міне, қандай жағдайда аяқ-қолдың ұйып қалатынын білдіңіздер. Ендеше бұл белгілер терапевт дәрігерінің қабылдауын жазылуға жетектейді. Жалпы қан сараптамадан өткізіп,
диабет, бауыр бүйрек ауруларының бар жоғын анықтайды, дәруменнің деңгейін біледі, әрі зат алмасудың жағдайын бақылайды. Дәрігер қажетті сараптамадан өткізгеннен соң арнайы ем жүргізеді. Көп жағдайда дәрінің көмегін жүгінбейді. Аяқ-қолдың ұюы салауатты өмір салтын ұстансаңыз, жазылатын ауру екенін ұмытпаңыз. Бастысы, қимыл қозғалысты реттеңіз, дұрыс тамақтаныңыз, қанттың мөлшерін азайтыңыз, дәрумендер қабылдаңыз, жағымсыз әдеттерге нүкте қойыңыз, артық салмақты арылыңыз. Ендеше тексеруден өтіп, қажетті ем алудан қашпаңыз, саулығыңызды сақтаңыз, талай сырқатқа тосқауыл болатыныңызды біліңіз. Витамин жетіспеушілігінің алдын алыңыз. Көп адамдар халық медицинасына елемейді. Негізі, дәрігерге қаралғаннан гөрі халық медицинасымен дұрыс деп ойлаймын. Бүгінде көп адамдар жұмыстан қолы тимей, өздеріне көңіл аудармай, денсаулығын қарауға көңіл аудармайды. Көп жұмыс істеген соң ағзаға көп мөлшерде витаминдер мен минералдар қажет болады. Ондай кезде адамдар дәріханадан дайын витаминдерді алып ішсе, басқалары денсаулығына көңіл бөлмей, соның салдарынан кейін аурулары шығып жатады. Ал халық медицинасына қарапайым рецепттердің көмегімен ағзадағы жетіспейтін витаминдердің орнын толтыруға болады. Соның біріншісі, алманы үккіштен өткізіп, оған жаңа сығылған апельсин шырынын қосыңыз. Оның үстіне бір уыс грек жаңғағын қосып, аздап бал араластырыңыз. Осы салатты таңертең жеп шықсаңыз, ол ағзаңыздағы күні бойғы қажетті витаминдерден толықтырып отырады. Екіншісі, бір жұмыртқаның сарыуызына бір лимон шырынын қосып, оған аздап бал араластырыңыз. Оны таңертең ас алдында ішіп жүру керек. Үшіншісі, бұл рецепт ағзаны А витаминоздан құтылып, асқазанның жұмысын жақсартады, бүйрекке көмектеседі. Бір стақан сұлыға 5 стақан су құйып, баяу отта қоюланғанша қайнатыңыз. Содан кейін оны ұсақ көзі сеткадан өткізіп, қанша шықса соған сонша мөлшерде қайнатылған сүт құясыз. Оны суытып, үстіне 4 ас қасық бал араластырып, күніне жарты стақаннан 4 мәрте ішіп жүріңіз. Осы қарапайым әдістердің көмегімен витамин жетіспеушілігін алдын алуға болады. Жеміс жидектер мен көкөністерді көбірек пайдаланып, ағзаға керекті витаминдерді толықтыру қажет. Тек құрамындағы зиянды заттарды арылту мақсатында суға салып қойғанда, оларды суда көп ұстауға болмайтынын ескеріңіз. Сіздермен бірге денсаулыққа кеңес арнасы. Осы видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше достар, ауырмаңыздар.